Каналыма қош келдіңіздер. Жалпы кеңістікте бағдарлау пәнінің негізгі мақсаты көру қабілеті нашар көретін балалардың қоршаған орта туралы түсініктерін қалыптастыру, жеке тұлғаның одан әрі дамуына септігін тигізетін қоғамнан оқшаулануды жеңу, кеңістікте бағдарлаудың жиынтық амалдарын меңгеру болып табылады. Кеңістікте бағдарлау пәнінде бірнеше тақырыптар қамтылады. Атап айтар болсақ, сыныпта бағдарлау, топты бағдарлау, асхананы, кітапхананы қағаз бетінде бағдарлау. Қағаз бетінде бағдарлауды үйрену үшін ең бірінші кеңістіктің бастапқы бағыты туралы ұғымды қалыптастыру керек. Ол ұғым өз денемізбен тікелей байланысты. Өз денесі бағыт беруші әрбір адамға. Үлкеннің көмегімен, басшылығымен бала өзінің оң қолын анық ажыратып, дұрыс айта біледі. Негізгі іс-әрекеттерді орындайтын оң қолы болып саналады. Мысалы, оң қолды сол қол реттеп отырады. Сол қол бізге көмекші қол. Сол қолмен жұмыс жасауда қиынырақ болады. Басымыз жоғары, тізеден төмен, төменгі жақ бас бөлігінде орналасқан. Көз, мұрын, ауыз, бет алдыңғы бөлік екенін үйретеміз. Балаға кеңістікте бағдарлау түсінігін жақсы қалыптастыру үшін оң жақта тағы не бар, сол жақта не орналасқан, оның алдында артында, жанында не орналасқан деген сияқты сұрақтар қою арқылы түсіндіруге болады. Осылайша балаға оң, сол жақ, алдыңғы бөлік, артқы бөлік, жоғарғы, төмен негізгі кеңістік ұғымдарын үйретеміз.